Сәлем достар, сіздермен бірге тек қана пайдалы арнасы. Бүгінгі видеода әдемі гүлдері бар шөп мариголд жайында айтатын боламын. Мариголдтар бұл әдемі гүлдер ғана емес, онымен үй аумағында безендіреді. Сонымен қатар ол дәрілік өсімдік. Олардың көптеген емдік және пайдалы қасиеттері бар. Сипаттамасы: мариголд әдемі гүлдері бар шөп. Лимон, қызғылт, сары және қызыл қоңыр реңктері бар ашық қаныққан түс. Зауыт террасалар бойымен күн шуақты жерлерде өсіріледі. Ұзындығы 30 см-ден 100 см-ге дейін созылған, тармақталған сабағы бар кішкентай бұталар. Кез келген топыраққа жақсы бейімделеді. Құрамында зиянды заттар жоқ, жаңа немесе кептірілген түрінде дәрілік қажеттіліктерге қолданылады. Мариголдтар жаздың басынан күзге дейін гүлдейді, қатты иісі бар. Гүлдің пайдалы және емдік қасиеттері: өсімдіктің құрамында емдік заттар бар, мысалы каротин, апенин, лютеин, мыс, цитрал, эфир майлары және басқа да маңызды компоненттер. Гүлдерді құрайтын пайдалы заттар адам ағзасына емдік әсер етеді. Жақсы антисептикалық және қабынуға қарсы әсері бар. Ағзаны тұмау мен вирустық инфекциялардан қорғауға қабілетті. Өсімдіктің емдік компоненттері ас қорытуды қалыпқа келтіреді, іш қатуды жояды. Олар қан тамырларын тазартады және атеросклероз ауруы мен тамырлардың бітелуіне жол бермейді. Седативті әрекеттері бар, тамырларды кеңейту және нығайту, жоғары қан қысымын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Диуретикалық әсерімен олар ісінуді азайтуға ықпал етеді. Мариголд майы бағаланады, ол күйген теріні жақсы емдейді, қан кетуді тоқтатады. Мариголдтар жүйке кернеуін жеңілдетеді, стресс пен депрессияны жеңуге көмектеседі. Дәстүрлі медицинада қолдану: емдеу үшін өсімдік гүлдері қолданылады, оның ішінде атвар, шай, май тұнбаларды дайындаңыз. Хош иіс пен пайдалы қасиеттері беру үшін құрғақ гүлдер компотқа немесе желеге де қосылады. Мұндай сусын организмге вирустық инфекциялар мен суыққа қарсы тұруға күш береді. Гүлдер декорлары көптеген ауруларды емдеу үшін қолданылады. Панкреатит, ішкі мүшелері мен ұйқы безі ауруларын. Инфузия өсімдіктері жүйке және жүрек жүйелерінің ауруларын емдеуге көмектеседі. Олар ауыр аурудан кейін денені қалпына келтіруге көмектеседі. Гүлден дайындалған атвар, инфузия, шай және май ыдыс аяқтарға дәмдеуіш ретінде қосылады. Гүлге негізделген дәрі-дәрмектерді қолдану арқылы созылмалы бронхит, синуситті емдеуде оң нәтижелерге қол жеткізуге болады. Бактерицидтік әсерге ие, ауыр сынуды жеңілдетеді және организмдегі метаболикалық процестерді орнатады. Мариголд тұнбалары қант диабеті үшін пайдалы. Олар қандағы глюкоза деңгейін жақсартуға көмектеседі және ұйқы безіне пайдалы. Олар диатез, дерматит және псориозды емдеуде қосалқы әсерге ие. Пісірілген гүл шайы диареяны емдеуге көмектеседі, ішектегі коликтен арылтады. Стоматит, танзилит және суық тиюді емдеуге ықпал етеді. Жүктілік және лактация: эфир майларының көп болуына байланысты жүкті және емізетін әйелдерге ұсынылмайды. Өсімдіктің құрамдас бөліктері аллергиялық реакцияны тудыруы мүмкін. Бұл ұрықтың дамуына және жаңа туған нәрестенің әл-ауқатына әсер етуі мүмкін. Бархат рецептері: инфузия жаңа бүршіктерден жасалады. 5-7 дана. 200 мл қайнаған су құйып, баяу отта 4-5 минут пісіріңіз. Жақсылап орап, оны тұндырыңыз. Аш қарынға 2 ас қасықтан күніне 4-5 рет ішіңіз. Майды дайындау үшін сізге керек 1 ас қасық майдалап туралған жаңа гүлдер алып, 10 ас қасық зәйтүн майын құйыңыз. Су моншасында кішкене отқа жарты сағат қайнатыңыз.
жақсылап орап қойыңыз. Толық қалпына келгенге дейін күніне 3-5 рет терінің зардап шеккен жерлеріне жағыңыз. Май, инфузия және шай дайындау үшін жаңа және кептірілген гүлдер де қолданылады. Тұнбаны қабылдау үшін 40-50 бүршікке жарты литр арақ құйыңыз. Салқын жерде 1 апта сақтаңыз. 2 апта бойы тамақтанар алдында шай қасықпен қабылдаңыз. Шайын ішу үшін 1 уыс кептірілген гүлін алыңыз. 200 мг қайнаған су құйып қақпағын жауып қойыңыз. Балмен тамақтанар алдында күніне 3 рет шай ішіңіз. Косметологияда қолдану. Маригольдтар өте жақсы тоник әсер етеді, сондықтан косметикада кеңінен қолданылады. Гүл компоненттері бар тониктер мен бальзамдар терінің күйін жақсартуға және шаштың тіршілігін қалпына келтіруге көмектеседі. Шаш маскасын жасау үшін 3 ас қасық кептірілген гүлге 50 мл зәйтүн майын қосып, су моншасында орап қайнатыңыз. Салқындатылған қоспаны шаш тамырына жағып, полиэтиленмен жауып, сүлгімен ораңыз. 40 минуттан кейін сусабынмен шайыңыз. Аптасына 1 рет ұсынылады. Сынғыш сынған ұштарға жарайды. Сыртқы күтім. Жарық маригольдтар үшін өте маңызды, сондықтан олар ашық, шуақты жерлерде отырғызылады. Өсімдіктер жартылай көлеңкеде де, терең көлеңкеде де өлмейді. Бірақ олар мүлде гүлденуді тоқтатады. Топырақ борпылдақ және қоректік болуы керек. Бейтарап қышқылды саздақтар өте қолайлы. Күнделікті күтімнің негізгі бөлігі үнемі суару. Бұл әсіресе көктемде және жаздың басында. Гүлдердің пайда болуынан бұрын өте маңызды. Содан кейін суару біртіндеп азаяды. Тамырлардағы судың тоқырауына жол бермейді. Өте құнарлы топырақта тыңайтқыштардан толығымен бас тартуға болады. Егер топырақ нашар болса, өсімдіктер маусымда 2-3 рет минералды кешенмен немесе коровяка ерітіндісімен қоректенеді. Жас бұталар топырақты үнемі егіп қопсытуды қажет етеді. Өсудің басында олар әсіресе арам шөптердің басым болуынан зардап шегеді. Ал жер бетіндегі қыртыс ауаның тамырларға жетуіне жол бермейді. Маригольдтар көбінесе бақшаға, қырыққабат, қияр және басқа да көкөністер төсектері арасында отырғызылады. Олардың ерекше хош иісі паразиттерді жояды. Достар, бүгінгі маригольд гүлі жайында айтылған пайдалы ақпаратым осымен тәмам. Егер де видео ұнаса, лайк басып, төменге өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз.